Сізді сонда ғарыш сарбазына, ғарыш сарбазы міндетін атқарып шықтыңыз ғой. Одан кейін ғарыш құрылысшысына дайындау. Ол қалай жүзеге асты ғарышта? Ол қиын болды. Енді өмір бойы қанша мыңдаған жыл, 49 өмір, бәрі де сонда қиратушы болды ғой, қиратушы. Ал құрылысшыға қиратушы да үйретуге өте қиын. Оның орнына түкте білмейтін баланы үйрету жеңіл. Түкте білмейтін. Құрылысқа солай ғой. Қиратушы қай жерде болса қиратуға тырысады. Қай жерде болса да. Енді сол несі ғой міндеті. Сонда сол ғарыш мектебін, енді сол оның сондай әдеттері, олар класстан классқа өтеді ғой. А мені қолма-қол 7-ші классқа өткізеді. Нағыз биік жеріне. Оны сөзсіз. Ғарыш сарбазын 7-ші деңгейден төмен түсіруге болмайды. Болмайды. Оны космос бір тәртіп бұзылады. Ал ол деңгейде үйретуге, енді ол қолма-қол, енді мынау баланы сразу университетке мектептен өткізбейді даже. Сразу университетке. Университеттің 5-ші курсына бірден алған. 5-ші курсына физмат дейміз. Физмат. Не кибернетика дейміз. Не атомфизика дейміз сонда. Сол. Сонда коридордан сонда бірақ олардың несі тәртіп бұзылмайды. Қалай болса да, не тұзақтан қалай қалып өтеді. Мен де сонда өттім. Сол неден, класстан мен коридордан өттім. Балай. Коридордан былай кіріп, содан шығып, бәрібір қалай болса да, мен оның несін орындадым. Заочный. Заочный. Космостағы бірінші адамсыз сонда. Иә. Сонда бара жатқанда, сонда соның оқырмандары, курсанттары ғарыш сарбазының келе жатқанын сезді. Олар сезді. Центрмен сезді. Сонда әр цивилизацияның енді өкілдері соған коридорда, менің алдымда сурет, енді құрметті сурет өзінің. Голограмма сияқты. Голограммасын маған құрметтеген голограммасын шығарады. Ой формаларын. Ой формаларын. Көбісін мен түсінген жоқпын. Әйтеуір бір өрнектер, иероглифқа сияп, сәдінде бір иероглиф емес. Не өрнектер, не енді күшті енді хайуанаттардың несін көрсеткендерін мен түсіндім кейбіреуден. Енді біздің хайуанат кішкене ұқсайды. Бүркітке, арыстанға, біреусі үлкен бір айдаһар сияқты болып, сол нағыз күшті сол жердегі тұрған. Су ненің дүниесіндегі жүрген лаулаған от көбісі сонда. Сонда біреусін мен түсінген жоқпын. Сырқырама. Нағыз сол бір цивилизацияң маған енді нағыз бағалаған енді сыйлығы соны биікке көтерген. Ал соның ішінде бір-екі лапылдаған жүректі көрдім. Қақса да, от боп жайнап тұрған. Мен сұрадым, мынау біздің жерлестерімізді? Деді. Жерлестерде бар, жердің адамзаттары бар бұл жерде. Мектепте бар, құрылысшылардың ішінде. Соған қоным, деген уже классқа кірейін дегенде сұрадым, мынау сарқырама деген, ол не деген түсінік десе? Ол түсінікті. Олар әбден сахара құрғақшылық планетаның адамзаттары дейді. Сонда оның нағыз биік бағасы су. Суды өлшеп ішеді олар. Сонда нағыз байлық, нағыз күш. Сонда бос ағып тұрған су. Су. Бізде толып жатқан не алтын, асыл тастар десек, олардың нағыз сонда бағалы заты сол су екен сонда. Ал содан кейін анау ғарыш несі оқу өте қиын болды. Бір жерде сол дипломный проектті жасағанда енді қанағат деп комиссия қанағат деп қойды бағаны. Бірақ менің енді жетекшім
сол жерде руководитель не дейді осы класстың. Айта, бірақ ол площадканы қалай дайындады көрдіңдер ме? Ескі сондай қалған нелерді, геморатты бәрінде соны жойғанда тіпті атымы қалған жоқ. Ой, қиратушы ғой, қиратушы. Қандай жақсы қиратады дейді, жарайды, енді құрылыс ондай шеберлі болса, оны қандай тамаша қиратады деп, сол жақтан да енді мені жақтап жатыр. Сол жақтан да жақтап. Ал сізді қалай сынап? Енді құрылысшы дәрежесіне бірден жаңағы ала қоймайды ғой адамды. Бірақ мен 6 класстан өттім ғой. 6 курстан мен енді экстернен тапсырдым 6 курстың дипломын. Сонда сол дипломда енді бірінші реферат жазылған анау менің кішкентай кітабым, ал толық диплом екінші кітап. Ал нағыз енді комиссияны қанағаттандырған 6 сатының балалары. Ол бәр менің кемшілігімді жауып тастады. Көкілдің балалары ғой. Иә. Енді абыройланам, енді қазір де өзім тілім батпай тұр. Бірақ енді қазір енді мүмкін мемлекеттің күші жетті. Жаулар мүмкін сенбейтін шығар, менің сөзіме сенбей қойсын. Қазақтың балалары да көп болады. Қазақтың балалары. Жаңғыз көкілдің балалары емес, қазақтың балалары. Қазір көрініп тұр оны қазір. Бұрын үлкен құпия болатын. Талай-талай мені шақыратын, қалай 6 сатының балалары қайтып оны таңдауға болады, анау болады, мынау болады деп. Ауылда да жүр ғой балалар. Толып жүр ауылда. Ауылда, өсіресе ауылда толып жүр. Бәрі де деген қалаға келеді оқуға. Кейбірі осы жерде де не алуға болады. Әсіресе менің кітабым оқыған балаға ешқандай университет керек жоқ. Мынау гуманитарный. Сонда білімді центр арқылы ментал дүниесінен де алуға болады ғой? Конечно. Мен де бұл дәрежеге ешқандай университет бітірмей жеттім ғой мынандай білімге. Сол Тәңірдің арқасында, қазақтың тілінің арқасында, қазақтың күйлерінің арқасында, тәрбиесінің арқасында. Түкте емес, мен көрдіңдер, сельский мектепті бітірдім. Сельский мектеп. Оның нөмірі 85 болатын, кейін 11-ші мектеп болатын аяғында. Екінші мектеп нөмір 68, ода сельский мектеп. Сонда қызық, желтоқсанның оқиғасынан кейін менің мектебімді біріншіден қазақ мектебі деп не берді, соған дәреже берді. Содан орыс балаларын сол жерден басқа мектепке ауыстырып, сол 12-ші мектептен 2-ші мектеп қазақтың мектебі. Сол менің оқыған мектебім сөйтіп. Деген о жерге қазақтың балалары сыймай, мынау мектепке қайтадан орыс мектебінің несін берді, ал қазақ балаларын төмендегі тағында бір мектеп бар еді, соған баруға болатын еді. Сол жерде сол нөмірі сақталынды, менің мектебімнің 68-ші нөмірі сол мектепте. Сол қазақтың мектебі қазір сол жерде кем болмағанда 1000 бала оқиды сол мектепте. Аға, сонда сізде мысалға әр пендеде енді бір өзімшілдік деген болады, мақтаныш. Сондай ұлы дәрежеге сізді лайықтап жатқанда, оқытып жатқанда, сонда көңіліңізде аз да болса, өзімшілдік, мақтаныш сезімі болды ма? Жоқ. Оның оқуының қиыны сондай қиын емес оқуының. Оның программасы сондай қиын. Кейбір жерде мен бірінші рет өмір бойы енді зачетты тапсыра алмай қалдым. Сонда есімде бар, сонда мені жетекші, соң преподаватель дейді оны. Оқытушы, ол минералдан, сонда тез минут өткізеді ғой, сонда бірінші класстың несін, деңгейін. Сонда мен анау углеродтан 2-ші нөмір изотопты шығарылмай қойдым. Ол алмаздан да биік, оның несі, құрылымы, кристаллический решетка дейді ғой, соны. Сонда зачет маған қойылған жоқ. Сонда сол мектептің меңгерушісі, сол мені таңдаған әйел, маған айтқан цивилизацияның меңгерушісі боласың деп. Соған келді менің қағазыммен.
не дегені? Ол айтты, мінекей көрдіңіз бе график? Ол графикта 7-ші сатының құрылысының дайындауы бәрі де минутпен жазылған. Ол сіз білесіз ғой біздің тәртібімізді, әсіресе Люцифердің сатқыншылығынан өзгерілмейтін. Мынау курсант білімі жетпей қалды бұның. Мынаның изотопын құруға оның білімі жеткен жоқ деді. Ол сіздің проблемаңыз деді ол. Меңгеруші. Онда менің ойымша сіз мұғалім қайтады. Предметті дұрыс берген жоқсыз. Қалай болса, ол сіздің проблемаңыз. Мынау күнде, мынау минутте, мынау класстан курстан шығу керек, дайын. Ол сіздің проблемаңыз деп оны шығар жіберді. Ал сонда мен міндетті сондай өзім енді адамын өзім сондай ответственный дейді қазақша, орысша. Жауапкершілік сезім. Сезім бала кезімнен күшті болды. Мен содан шошып, тіпті бәр немден, ұйқымнан неден айырылып, әреңінен өтіп шықтым. Аяғында өтіп шықтым сол нелерден, қиыншылықтан. Бірақ алдымда одан үлкен қиыншылық. Мезгілмен сол жаққа мен барам емтиханға. Түсіңізде ғой? Түсімде. Сол гиперкеңістікке. Оралғанда мен қара оймен оралам. Бұрынғыдай емес, мен мәз-мәйрам боп, астрал дүниеден, ментал дүниеден оралғаным. Қазір менің оралғаным о жаққа бар да қиын, о жерден орал да қиын. Сонда көп білген көп адам арқалайды деген рас па? Иә. Түйенің жүгін ешкімде құрмысқаға салмайды оны. Тіпті есікке де салмайды түйенің жүгін. Менің жүгім түйенің жүгі, егер оны көтеруге күшім жете ме жоқ па, мен өзім дәл сенген жоқ. Сол себептен менің өмірім қуанышты деп, мен анаған ұмтылам деп, мен өз-өзім сондай көтеруге, неуге мен ешқандай құқым да жоқ, ұмтылысым да жоқ. Мен өз-өзімді кем етемін. Осы соған мектепке, соған кіргеннен уақытымнан менің қағылағым ашылып кірген де жоқ. Қара уайымда жүрмін.